Ассалаумағалейкум әріптестер, қалайсыздар және оқырмандар. Мен қазір сіздерге күнделікті кезеттің соңғы өзгерістік жүйесін таныстырып өткім келіп отыр. Енді бұл жерде сіздерге табель шығару жүйесінде мынандай өзгеріс бар екенін айтып отыр. Яғни үлгерім оқушылар мына жерде сынып таңдайсыздар, сынып таңдалғаннан кейін сіздер әрбір оқушының табелін жеке шығарған едіңіздер. Енді біздер барлық жалпылама айтқанда сыныпты түгелімен бірден қол қою жүйесі арқылы шығару мүмкіндігі бізге берілді. Оны байқасаңыздар, барлық сыныптарды табельдеріне ECX-мен қол қою деген жүйе қосылды. Енді бірден осы жерден оқушыны таңдамаймыз, есепті құрастырмаймыз. Сразу барлық сынып табельдеріне ECX-мен қол қою батырмасын басамыз. Басқаннан кейін сіздерге мына жерде үлгерім табелінің қосымша параметрлерін енгізіңіздер дейді. Бұл жерде сіздерге екі параметр көрсетіледі. Бірінші табель номері, екіншісі педагогикалық кеңестің шешімі және әрекеттері. Енді бірінші табель номері деген ол оқушы мектеп әкімшілік тарапынан табель номерлеу жүйесі жүргізіледі. Ол номерлеу жүйесі жалпылама реттік тізіммен жібереді. Әр жүйе әкімшілік өзі оны қарастырады екен. Мысалы 7-1 дегенім, мысалы 7-2 дегенім сол 7-ші сыныптың реттік біріншісі, 7-ші сыныптың 2-ші номерлі, 7-ші сыныптың 3-ші номерлі деген сияқты осындай реттік номерлерде қойып жатады. Енді педагогикалық кеңестің шешімі дейді. Педагогикалық кеңестің шешіміне не жазылады? Мысалы 26.05.2022 жылының 10-шы педкеңес шешіміне байланысты 7-ші сыныптан 8-ші сыныпқа көшірілсін. Немесе сондай педагогикалық педкеңестің шешімі қарастырылады. Енді осы педагогикалық кеңестің шешіміне қосымша сіздер табельде көрсетіледі тәртібімен ынтасы деген. Соны қоса жазып кетеді екенсіздер. Тәртібімен ынтасын. Енді осы жерде мен бір ғана мысал келтірейін. Мысалы 25, 05 деп просто жазайын. Ары қарай әрекетті нақты көрсету үшін. Енді осы педагогикалық шешімді толыққанды жазған екен, барлығына бірдей болатын болса, тәртібі ынтасы бәріне бір әрекет болатын болса, онда мына жерде әрекеттерді көшіру батырмасы бар. Осыны басқан кезде жалпылама сыныпқа толық көшіріледі екен. Сосын ECX-мен қол қою батырмасын басасыздар. ECX-мен қол қою батырмасын басқаннан кейін шамалы уақыт алады сіздерде жаңағыдай орындалу әрекеті. Загрузка жүріп жатыр. Автомат түрде Doculite-қа кіреді. Сіздерде сайтқа амалдың барында сол жерге сайтқа тіркелу жүйесін жасап қойсаңыздар, жұмыстарыңыз жеңілдеп жүреді. Так, Doculite жүйесіне документ күнделік деп шығып тұр. Бұл жерде мен енді қазір күнделік кезет директордың, яғни тікелей басшының атынан кіріп отқан екен. Бұл жерде ата-ана мен жаңағыдай қызметкерге қол қоюға жіберу мүмкіндігі көрсетіледі екен. Енді бұл жерде екі кісі біздің мектепте жалпы бұл екі кісіге офлайн түрде қол қою жүргізіледі. Ата-ана қазіргі таңда күнделік кезетке қол қою жүйесін нақты әлі толыққанды меңгерген жоқтықтан, сондықтан олар қол қоюды офлайн жүргізеді. Яғни мектеп басшының атынан ғана онлайн жүргізіп жатырмыз, Doculite сайт арқылы. Так, қол қоюды қалай жүргіземіз? Мына жерде таңдалған оқушыларға галочка қоямыз. Таңдалған оқушыларға галочка қойып таңдау арқылы таңдалғаннан кейін жоғарыда подписать батырмасын басамыз. Подписать батырмасын басқаннан кейін мына жерде сіздерде ECX ключ файл типін сұрайды. Ол файл түрінде қалады. Одан кейін ECX-ны таңдау,
Бұл жерде сіздердің ECHларыңыз қай жерде сақталып тұр, сол жерден оны ашып көре алады екенсіздер. Сосын ауыз, бұл жаңағы Doclight сайтқа кіру, яғни қандай сайт болса да, EGOP болсын, басқа да сайт болатын болса, осы ECH ключ арқылы кіретін. Ауыз бұл жалпы кіру үшін қолданылады тағына. Ghost бұл жүйеге қол қоюды көрсетеді екен. И бұл жерде стандартты пароль жазасыздар. Стандарт пароль болады, немесе әркім өзінің қойған пароль болады. Сөйтіп подписать батырмасын басады екенсіздер. Подписать батырмасын басқаннан кейін күтесіздер. Бұл жерде кетті программа қол қою жүйесіне. Мен қазір таңдаған оқушыларым 17 оқушы екен, көріп тұрғандарыңыздай. Қол қою бірінші оқушыға жүрді, екінші оқушы, үшінші оқушы, жалпы айтқанда 17 оқушыға толыққанды жүргеннен кейін успешно деп жоғары бөлімде көрінеді. Яғни толыққанды қол қою жүйесі аяқталғанын білдіреді екен. Қазір сәл күтейік. Так, қол қойылып бітті, успешно деп мына жерден жазып шыққан болатын. Так, енді қазір сіздерге бірінші номердегі табльді ашып көрсетейін. Қол қойып біткеннен кейінгі. Так, төменгі бөлімде сотрудник. Табль успеваемости учеников. Оқушының аты жөні тұр. Енді сіздерге ол бізге скачать ECH деген бөлім таңдайсыздар. Жоғарыда бөлімде ол қол қойылмаған табльді көре аласыздар дағына. Астыңғы бөлімде скачать ECH деген қол қойылған табльді жүктеп алады екенсіздер. Табльді ашамыз. Әрбір оқушыны жеке-жеке ашасыздар, загрузка қыласыздар. Не істеді екенсіздер? Шығарып алады екенсіздер. Жалпы мына ECH қойылды. Қайта не жүйеге өтесіздер. Келесі оқушыны ашасыздар. Скачать етесіздер. Жалпы айтқанда, барлығын осылай төменгі бөлімге PDF форматта скачать етіп аласыздар дағына, қағазға басып шығара береді екенсіздер. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осы әрекеттерді толыққанды жасап алыңыздар. Жаңағы тәртібі мен ынтасы сіздерде бөлек графада тұрады ғой, соны пет-кеңістің шешімінде көрсетіледі екен. Мына бөлімде, осы жерде, осы бөлімде жазып кетеді екенсіздер. Тәртібі мен ынтасын.